Кішкентай періште. Бірінші тарау. Жерге бастайтын жол. Ертеде аспан әлеміндегі шеті мен шегі жоқ ұлан ғасыр патшалықта кішкентай періштелердің бірі өмір сүріпті. Ол өзге періштелер секілді көркем, ақылды, алғыр болыпты және өз патшалығында мектепке барғанды ұнатыпты. Кей кездері ол жерге ұзақ үңіліп, ондағы көк шалғынды, өзен көлдерді, адамдардың күлкісін көріп мәз болатын. Жердің әр дыбысы оған ән секілді естілетін. Ол өз тәлімгеріне: «Ұстазым, мен жерге қашан қайта ораламын?» деген сұрақты жиі қоюшы еді. Үнемі мейірім мен махаббаттан жүзі бал-бұл жанып жүретін ұстазы бұл сұраққа әрдайым өзіне тән сабырлылықпен: «Әлі ерте менің кішкентай періштем, сабыр, барлығы өз уақытында» деп жауап беретін. Аңсау мен сағынышқа толы жанарымен төменгі әлемге періште жиі көз салушы еді. Ондағы адамдардың бір-біріне шынайы қуанып, алғыс айтып, бір-біріне мейірім танытып жатқанын көріп, көңілі шат-шадыман болатын. Бірақ кей кездері олардың ренжісіп, ұрсысып жатқанын байқағанда жанары еріксіз жасқа толатын. «Ұстазым», деді ол бір күні, «жердегілердің жүрегі неліктен кейде мұзға айналады? Бір-бірін жақсы көре тұра, жүрегінің қалауымен емес, ашумен жанға жара салатын ауыр сөздер айтады. Неліктен бір-бірін аяусыз жазалайды? Неліктен барлық адам бейбітшілікте өмір сүре алмайды?» деді мұңая. Ұстазы жымиып: «Өйткені олар осылай өмір сабағынан өтеді. Бірде бірін ренжітеді, ал бірде бірге қуанады. Бірақ кейде сабақтан өтеміз деп жүректері бар екенін, оны тыңдау керек екенін ұмытып кетеді» деді. Мұны естіген періште: «Өкінішті-ақ, егер мен жерде болсам барлық адамды құшағыма қысып, жүрегімдегі ұшан теңіз махаббатпен бөлісер едім. Олардың әрқайсысына: жүрегіңді жиі тыңда, ол махаббатқа тұнып тұр, сен жақсы көруге лайықсың дегенді айтар ем» деп жанары жасқа толды. Оның жүзіне мейірлене қараған тәлімгері: «Сенің миссияң олардың жүрегіндегі ұйықтап қалған сезімді ояту болады. Өзің таңдаған отбасына барғанда оларға шынайы жақсы көрудің қандай болатынын көрсететін боласың. Сенің күлкің олардың шамшырағы болады. Сенің құшағың олардың емі болады. Сенің көзіңдегі сәуле оларды жылытатын күннің нұры болады» деді. Періште қуанып: «Алақай, менің жерге оралуымның себебі осы екен ғой. Мен олардың жүрегін жұмсарту үшін барлық махаббатыммен бөлісемін, ұстазым» деді шаттана. Осы сәтте аспан патшалығының мыңдаған жұлдызы бірге жанып, олардың арасынан бір жұлдыз ерекше жарқ етті. Ол періштенің таңдаған отбасының шамы еді. Сол мезетте оның жүрегіндегі миссия да бекітілді. Екінші тарау. Күтпеген сый. Сол түні аспан патшалығы жарық нұрға бөленген сәтте жер бетінде бір ана таңғажайып түс көрді. Түсінде қайдан екені белгісіз, аяғының астынан жарқ-жұрқ еткен алтын араласқан асыл тастар пайда бола кетті. Қызыл гранат, жасыл сапфир, сары кәріптас, олардың әдемілігі сондай, жалт-жұлт етіп көздің жауын алады. Ол еңкейіп тастарды уысына жинап алды да әрі қарай жүрді. Бірақ әрбір қадам жасаған сайын асыл тастар азаяр емес, керісінше көбейген үстіне көбейе түсті. Олар не деген бітпейтін тастар, оларды кім шашып тастады екен деп ойлаған сол-ақ еді, ұйқысынан оянып кетті. Таң ата ол өз жүрегінің дүрсілінен бір қуанышты сезді. Сол күні тәнінде жаңа өмірдің бүршік атқанын жайлы білді. Ана үшін бұл күтпеген жайт болды. Өйткені олар 4-ші сәбиді мүлдем жоспарламаған болатын. Ол бұл жайтты қалай қабылдарын білмей ұзақ ойланды. Сонан соң жаңалықпен болашақ сәбидің әкесімен бөлісуді шешті. Әкесі де алғашында бұл жаңалыққа таңданысын жасырмады, бірақ көп ойланбастан балаша қуанып:
демек біздің асыл тастай тағы бір сәбиіміз болады. Біз оны жоспарламасақ та, ол бізді таңдапты. Бұл сәбиде біздің бағалы қазынамыздың біріне айналады деді. Сол сәтте ананың жүрегі де тыныштық тауып, әлгі түстің мәнін түсінгендей болды. Түстегі көздің жауын алардай асыл тастар, жай тастар емес, болашақ сәбиіміздің сәулесі мен махаббатының көрінісі екен ғой деп шешті. Ата-анасының өзін қабыл алғанына қатты қуанған кішкентай періште осы уақытта анасына: «Анашым, мен саған келе жатырмын, күтші мені», деді ақырын сыбырлап. Анасы да осы сәтте ішін аялай сипалап, жүрегімен: «Балапаным, мен сенімен кездескенше асықпын», деп жауап қайтарды. Үшінші тарау: қоштасу және ұлы сапар. Миссиясы анықталып, отбасы таңдалған соң, ұстазы кішкентай періштені үлкен алаңға ертіп әкелді. Бұл алаңда аспан әлеміндегі мыңдаған жұлдыздар жанып тұрды. Әр шам бір жанның тағдыры секілді. Ұстазы: «Періштем, есіңде сақта, сен жерге аттанған күнде де бізден мәңгілікке қол үзбейсің. Себебі сенің нағыз үйің осында. Мұндағы мектеп сені жердегі өмірдің заңдылықтарына үйретті. Енді оның тәжірибесінен өтетін боласың. Сенің жаның 9 ай бойы екі әлем арасында саяхат жасайтын болады. Яғни сен осы аралықта бізбен де, анаңмен де байланыста боласың. Бірақ шыр етіп туылған сәттен біз жайлы ұмытып кетесің. Одан қорқудың қажеті жоқ. Біз сенің көзіне көрінбесек те, әрдайым сенің жаныңда боламыз. Қиналған сәтте жоғарыға қарап, жол көрсетуімізді сұрасаң болғаны», деді мейірімге толы көздерімен. Мұны естіген періште мұңая: «Қалайша мен үйімді ұмытамын, ұстазым», деді жыламсырай. «Барлығы ұлы жоспарға сай солай болуы тиіс. Сен барлығын ұмытып барып, қайтадан есіңе түсіресің. Жердегі сапарың аяқталғанда, осы мекенге үйіңе қайта ораласың. Ең маңыздысы, жерде болудағы мақсатыңды ұмытпау. Жер ең ауыр сынақ алаңы. Ол мекенде сен қатыгездік пен мейірімнің, сатқындық пен адалдықтың, одан да басқа адами қасиеттердің сынағынан өтесің. Мұндай сын сәттерде жүрегіңді тыңдап, өзіңді жоғалтып алма. Әрдайым махаббатқа толы жүрегіңе адал бол», деді ұстазы. Бұл сөздерді естіген періштенің жанары жасқа толды. Кеудесін қуаныш пен сағыныш қатар кернеген періште ұстазының алақанына өзінің кішкентай қолын қойып: «Ұстазым, мен бәрін есімде сақтауға тырысамын. Егер ұмытып кетер болсам, жүрегімнің тереңінде сіздің сөзіңіз қалады. Ол мені ешқашан адастырмайды», деді сыбырлап. Ұстазы оның маңдайынан сипап: «Біз саған сенеміз, кішкентай нұр. Есіңде болсын, сенің күлкің жердің бұлтты күндерін жарыққа бөлетін күн сәулесіне, ал көз жасың адамдардың тас жүрегін жұмсартатын жаңбырға тең. Сен өз нұрыңмен қатайған жүректерді жібітесің», деді мейірлене. Осы сөздерден соң айналаны жұмсақ жарық кернеп, жанды жұбататын ерекше әуен естілді. Бұл аспан патшалығының кішкентай періштеге деген қоштасу батасы болатын. Періште туған мекеніне тағы бір көз тастап: «Мен дайынмын», деді сыбырлап. Осы сәтте құйын тәрізді жарық оны өзіне баурап әкетіп, аспаннан жерге қарай баяу сырғытып түсірді. Дәл осы мезетте жанның жердегі сапары басталған еді. Төртінші тарау: жерге түскен нұр. Ана құрсағындағы 9 ай 9 күн көзді ашып жұмғанша өте шықты. Анасы бұл жүктіліктің өзгешелігін жүрегімен сезінді. Өмірінде алғаш рет ол 9 ай бойы жүрегінің түкпіріндегі кішкентай қызымен ішін сипалап отырып күнде сөйлесетін еді. Оны көруге асық екенін, тезірек құшағына алып аялағысы келетінін жиі айтатын. Періште де анасының сөздеріне жүрегімен жауап беретін. Уақыт өтті. Кішкентай періште жер бетіне Алима есімді қыз бала болып дүниеге келді. Ол кішкентайынан
адамдардың жүрегіне жол таба алатын мейірімді, ерекше түйсікті, кездескен жанның барлығын жылуымен орап алатын сүйкімді де сүйікті қыз болып өсті. Алима жүрген жер нұрға бөленіп кететін. Періште өзі таңдаған отбасына тыныштық пен ауызбіршілік әкелді. Бауырлары арасында мейірімділік отын тұтандырды. Отбасындағы әрбір адамның жүрегіндегі ұйықтап қалған сезімдерін оятты. Айналасындағы әрбір адамның жүрегін жылыта білді. Себебі ол өз миссиясын ешқашан ұмытпаған еді. Кей кездері періште аспанға қарап, ол әлемнен өзіне таныс бір жылылықты сезінетін. Ал кейде жұлдызды аспанға ұзақ үңіліп, сансыз жұлдыздар арасынан ерекше жарқыраған бір шамшырақты іздейтін. Сол сәтте жүрегі әрдайым жүрегіңді тыңда, махаббатқа толы жүрегіңе әрқашан адал бол деп сыбырлайтын. Осылайша періштенің жердегі миссиясы орындалуда. Ол күн сайын жердегі мыңдаған жүректерге өз нұрын сеуіп, жүрегіндегі ұшан теңіз махаббатымен бөлісуде.